Соғыс деген суық сөз жұртымызды селк еткізіп, жанымызды жаралап, мәңгілік естен кетпес қайғы қасірет әкелгеніне алдағы 9 мамырда тура 55 жыл мерзім болады екен. 50 жылда ел жаңа десек те, сұрапыл сұмдықтың өшпес жарасы, өрттей наласы, ықсыған чаласы көкірегімізді әлі тұтып тұр. Біздің қазақ топырағында 12-ші атқыштар мен 4-ші атты әскер дивизиялары, 7-ші атқыштар бригадасы, 50 әртүрлі полк пен батальоннан құрылған, оның ішінде 2 қазақ атқыштар бригадасы, 3 қазақ атты әскер дивизиясы жасақталды. 800 мыңнан астам қазақстандықтар медальдар мен ордендермен наградталып, 110 адам даңқ орденінің 3 бірдей белгісін омырауына жарқыратып тағып, 520 қыз бен жігіт Кеңес одағының батыры атанды. Солардың бірі 16 жасында отан үшін от кешкен Камал Оспанов ақсақал. Ардагер ағамыздың жас ұрпаққа айтар ақылы мен тілейтін тілеуі ерекше екен. 55 жыл деген бір адамның өмірі толық. Ал енді мейрамға жақындаған сайын жүрегіміз лүпілдейді. Өйткені соғыстың қиын кезінде қатыстық бар. Кездескен жора жолдастар, балаларымыз, празднигіңіз құтты болсын деген мәз болып қаламыз. Осындағы Нұрлан балаларымыз бар. Мынау жаңғырды істеген бар балаларым есебінде менің енді. Sonra кездесіп қалғанда праздниктен поздравить етіп, құда шекер жағдайымыз сұрайды. Сұрағанның өзіне біз бір көтеріліп қаламыз. Абдулла сен денсаулық жақсы? Соғысқа, қан майдан жорықтарға қатыстыңыз. Есіңізде қалған ең бір ерекше оқиғаға тоқталып өтсеңіз. Есімнен кетпейтін бір оқиға бар. Алдында командиріміз жинап алып, таңертең атаққа шығамыз деген. Үлкен немістер ар жағында қосылды, бер жағында біз. Олар белгілеуден бас тартқан. Сондықтан біз оларды қуып тындыруымыз керек. Бізге берген бұйрығы, егерде кепеден шығып қол көтеріп берілмесе ата беріңдер деген. Берілсе атпаңдар деген. Сонымен сол жерде кездескен Базарбаев деген бір өзгер жігітті екеуміз қатар кетіп барқында сол жерде басына оқ тиіп мерт болды. Содан сол бір-екі кепеде немістер шықпады. Оған бізге айтқан алдында приказ бергенде шықпаса гранатаны тастап қарамаңдар өлген түріне. Қол көтерсе атпаңдар, қол көтермесе ата беріңдер деген. Сол екі кепеге мен не тастадым жаңағы. Граната. Өлген өліп шыққанда қашып бітіп кетті сайдың ішіменен. Оны қалған артынан қуып жатып тындырды ғой біздің жолдастар. Сол 200 метр жердің бәрін айдап шықтық қой сол жерде. Ойын қалғандар жинап тоқтасағанда кетті. Сол басқа береді ойына. Сөйтіп жүргенде Сталинград жақындап қалыппыз ғой. Сталинград жанында болғандарынан болдым ғой. Қайсы қалаларды азат етуге қатыстыңыз? Сталинград деп. Соның өзін қайтып тұрмын ғой. Сталинградқа солтүстігін алып барған екенбізді, солтүстік жағы 21-ші армия Кемеракшевскийдің несінде, солтүстік жағындағы. Анау Сталинградтағы қосуда қалған немістерді, румындарды, Венгрияның армиясы болды. Sonra ультиматумға кесіп еді олар, біз берілеміз деп. Қанша рет жараландыңыз? Бір рет. Осы аяғымнан ауыр жарақат болған, сүйегім майданнан кеткен. Соңына жеттім ол өшпетілді. Қазір осы бір ардагерлеріміздің қатары күзгі жапырақтай жыл сайын сиреп келеді. Дұрыстап тыңдай білсек, олардың әрқайсысы бір-бір шежіре, тұнған тарих. Тек кілтін тауып, олардың сыр сандығын ақтара қалсақ, өзімізді өзіп танып білуге көмектесері сөзсіз. Құдайға шүкір, оның ішіне неде бар. Бір шөбере келді, осы бір апта болды дүниеге. Жаман емеспіз. Шелде отырғанымызға 34 жыл болды. Міне Шелдің еліне де, халқына да, жеріне де рахмет. Бізді бір жаңғырғаннан басқа жақтан келіп те бөліп деп айтқан жоқ. Бәркеде мына сияқтанған балаларымыз келіп жағдай сұрайды, жағдайымызды біледі. Сол кеп сұрап тұрған өзі бізге қайрат, қуат керек болатын болса, бір таудың басына шыққандай боламыз. Шалдың жағдайын сұрап келсе. Сол енді ақсақалдарға жүз жас тілеп, арғай олардың
өмірлерін енді қол жасапақ есебінде ары қарай көмектесуге әрдайым дайынбыз. Халқымызда ешкімде, еш нәрседе ұмытылмайды деген қанатты сөз бар. Олай болса, бойымыздағы рухымыз кеміп, жеңіс алауымыз сөнбеуі тиіс, және сөнбейді де. Ол алда да барлық ұрпақты бабалар жолымен адалдыққа баулиды. Тағы да келе жатқан жеңіс